плюске ауыстыру деген бар ғой бізде. Сенің жаңа инстаграмдағы кейбір блогер біреуге тіркеліп алған шығарсың, ешқандай пайдасы жоқ, ана бір пранкер басқаларға бүкіл уақытын солар сені жеп жатыр ше. Соның орнына саған пайда беретін аккаунттарға тіркеліп қой. Инстаграмды толықтай тастап кет деп айтпаймыз. Инстаграмды өзіңе пайдалы жаққа бұры. Ютубтағы пайдасыз видеоларды пайдалы видеоларға бұрып таста ше. Бірден емес, жаймендеп күніне 3 аккаунт анадан өшіріп, 3 аккаунт жаңадан қосып ше. Сыра бірден емес ше. Ислам ондай бір астан кестең нелерді қолдамайды ше. Жаймен сөйтем деп құрып кетеді. Ол дұрыс емес ше. Жаймен харам деп мына бір жігіттерді білемін да. Аузу билля ол харам деп ше мысалы. Өзі білем ғой сен кім екенін кешеде мысалы да. Қойсайшы деймін де қатты кетпесе дейсің. Шамалы уақыттан көресің ғой. Аузу билля харамың сол аузу билля харам болып өзі харам болып жүреді ше. Ана жаққа барған жоқ қой ештеңе. Жай істесейші деп бардым да. Жай апарса. Арақтың өзі 18 жылдан кейін харам болды ғой. Тадарруж. Саты-сатымен барсай. Әдет деп атымыз ғой енді. Зиян әдетке көбінесе мынадай бір нәрсе себеп болады. Сенің сол бірге жасайтын ортаң ғой. Мысалға сен жаңағы бір подкаст түсіруге болады. Түнді немен өткізіп айтып жатыр ғой енді босқа құртып жатыр. Соған себеп болатын қасында балалар бар, компанияң бар ғой сенің. Ол сен ана барып қойсам істеп қоя берем, аналар жаңағы шақырып қала береді, бүйтіп қала береді деп адам жүреді ғой. Сол үшін жаңағы 100 адамды өлтірген адам қиссасы бар ғой, тәубесіне келетін кезде оған айтпай ма соңғы өсиет еткен ғалым не деп айтады? Сен мына тұрған жеріңнен көш дейді ғой басқа жерге. Жаман жерден көш дейді. Қарақшы да өткен қасында жаңағы жүрсе бүгін түнде шығып қайтайық деген сияқты, бір-екі шауып қайтайық деген сияқты нәрселер жанында адамдар бар ғой. Ол ортадан үзілмей, өзін бөлмей, ол жақсылыққа жете алмайды да, ана тарта береді, артынан тарта береді. Сондықтан жаңағы зиянды әдеттен құтылса, соны құтылғысы келсе, соны бірге істеп жүрген адамдардан да шамалы алшақтау керек сияқты да. Кейін өзінің иманын күшейтіп, бір неге қатайып тұрып алғаннан кейін барып оларды бір-бірлеп шығармаса ана жерден. Дұрыс айтасың. Құранда да аят бар ғой. Астағфирулла балату тайб яхруджу набатуху биизни раббих деген аят бар. Яғни жақсы шұрайлы өлкенің гүлі де жайқалып шығады дейді да. Ал жаңағы жаман өлкенің гүлі әрбір жерден бір қылтиып, бір жерден жартылай шығып, сонда өнбейді дейді да ол жерде. Яғни бұл ғалымдар осы аятты жақсы ортаның өте маңыздылығына кіргізген да, яғни сен жақсы ортаң сені кім екенін шешеді ғой. Не істесең де жеміс береді. Сосын сен ше, ана қазір сөзіңізді бөлейін. Ойбай, айта бер, сен күшті. Нұрсұлтан ұстаздың сөзін бөлдің де комментарийда бүйтесің. Айтып тастайын одан кейін. Айтып айтсайшы. Анау сен дейді да, сен жаман ортаңды қиямет күні сылтаурата алмайсың дейді да. Мысалға зұлымдар өздерінің залымдықтарын ортасымен сылтауратқан кезде Құранда періштелердің күшті бір жауабы бар дейді да. Әләм такун ардуллахи васиа дейді да. Фатухажиру. Алланың жері кең болған жоқ па дейді да. Сен ортаң жаман ба? Жақсы ортаға барсай, ешкім сені былай қинап отқан жоқ қой. Сен өзің анау өткенде шығардым ғой, имам